Басқа дін ұстанатын адаммен дос болуға болама дейді. Басқа дін ұстанатын адамдар мен дос болуға болама дегенде, бәрі олар сізбен дос болмайды ол. Құранда Алла Тағала айтады: "Валан тарда анкал яхуду валан насарат хатта таттаби миллатахум" дейді. Христиандар, еврейлер сізбен дос болмайды, тіптен олардың дініне ілеспеңізші дейді. Сенен разы болмайды дейді. Разы болмайды деген, ол сенен дос болмайды деген. Сол үшін олармен жақсы мәміледе болу керек, өтірік айтпау керек, олармен сауда-саттық жасағанда оларға қиянат жасамау керек. Не үшін? Мұсылман адам өз мұсылмандығын көрсету керек. Ол діндегілер сен мұсылманның таза мұсылман екенін көріп, олар да исламға келсін. Мұсылман адам олармен сауда-саттық жасайды. Мұсылман адам олардан барды келді қылады. Мәселен, шекарасы бар оның да. Бірақ сол шекарада мұсылман адам өзінің таза мұсылман екенін көрсетсін. Ол көріп қаншасы исламды қабылдап жатыр ғой, мәселен олар. Имам Абу Ханифаның бір оқиғасы бар. Ол кісінің көршісі яһуди болады. Әрдайым есігін алдына мусор әкеліп тастайды. Ол кісі тазалап қояды. Bir күні имам Абу Ханифа шығып қалады, оны енді мусор төгіп жатқан кез болады. Көріп қалады, сөйтсе, мен білмей тастадым десе, мен сен дейді, неше жылдан бері ол тастап жатқанын көріп жүрмін дейді. Саған күш көрсетсем шамам жетеді дейді. Мемлекет менің жағымда дейді. Мемлекет ислам мемлекет менің жағымда дейді. Мен сені қаматуға да шамам келеді дейді. Бірақ пайғамбарымыздың көршінің ақысы бар деген дейді. Мен сенің көршінің ақысы бар деп саған тимей жүрмін. Сен әкеп төгесің, мен тазалап жатырмын дейді. Сен және 100 жыл төк дейді, мен тазалаймын дейді. Мен саған ештеңе айтпаймын дейді. Сонда ол кісі ялады да исламды қабылдайды. Діннің хақ екендігін исламды қабылдайды. Сол себептен мұсылман адам ол мәселен басқа дін өкілдеріне жақсы мәміледе болу керек. Мәселен Омар ибн Хаттаб разияллаху анху халифа болып тұрған кезде Шамға келді. Сонда Шамда христиандар бар еді. Христиандар айтты: "Кеңіз біздің шіркеуге келіп намазыңызды оқып алыңыз", дәстүр намаз уақыты болып еді. Сонда Омар ибн Хаттаб разияллаху анху шіркеудегі христиандарды зияратқа барған. Олардың ахуалдарын сұрауға. Зімми ғой олар. Зімми деген ислам мемлекетіндегі христиандар. Ислам мемлекетіндегі христиандардың, ислам мемлекеті олардың малын, жанын қорғайды. Сонда ол кісі айтады: "Мен бұл жерде намаз оқысам" дейді. "Ертең мұсылмандар осы жерде Омар намаз оқыған деп сендердің шіркеуіңді тартып алады" дейді. Сол үшін мен дейді басқа жаққа барып оқиын деп басқа жаққа барып